Баршаңызға сәлем қыз-келіншектер, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бір жасағаннан ұқсап шығатын, осындай эластичный, өте дәмді, жұп-жұқа болып шығатын блинчиктер дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді, жылы сүтімізді құйып, жұмыртқамызды салып, және де қантымызды, азырақ қана тұзымызды салып, осы массаны біріктіріп алатын боламыз. Барлық ингредиенттердің граммдарына дейін барлығын описаниеда жазып қалдыратын боламын. Өтіп қарап, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Массамыз біріккен соң, ұнымызды біртіндеп қоса отырып, біркелкі комочкасыз, яғни біркелкі масса етіп алатын боламыз. Осындай видеодағыдай біркелкі болып шығуы керек. Соңынан қайнап тұрған суымызды, яғни кипятогымызды құйып, бұны да біріктіріп алатын боламыз. Сұйық майымызды құямыз. Сосын кіші қасықта бір қасық чайный содаға яблочный уксус құйып көпіртіп алатын боламыз. Яблочный уксус құйсаңыздар, артық дәм, артық иістер болмайды. Сондықтан мен яблочный уксус пайдаланамын. Сіздерге де осы уксусты пайдалануды ұсынамын. Неге осындай бізде біркелкі масса шыққан соң пісіруге кірісіп кетеміз. Байқасаңыздар, мен ең бірінші блинчиктерді де түсіріп жатырмын. Яғни блинчиктер білсеңіздер, екінші, үшінші блинчиктерден кейін ғана идеальный болып шығады. Ал дәл осы рецептпен жасасаңыздар, бірінші блинчиктеріңізден бастап, соңына дейін барлығы идеальный, әдемі болып шығады. Менің табам май құюды қажет етпейді, сондықтан май құйған жоқпын. Сіздерді өздерін табаларыңызға байланысты кішігірім май құйсаңыздар да болады. Сосын осылай бір бөлігіне, яғни азырақ бөлігіне начинкамен жасадым. Арасына қалаған начинка қолдансаңыздар болады. Сгущенка, варенье болсын. Мен кішігірім творожный масса қолдандым. Арасына кішігірім ғана қант, творог және де азырақ қаймақ қостым. Осымен біздің дәмді, өте бір керемет болып шығатын блинчиктеріміз дайын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, үйіңіздегілерге ұнайды деген сенімдемін.